Kep kaldılar, kep kaldı. Kep kaldı. Aleykümselam. Мына жер бір ертегіде жүрген сияқтысың ғой, білмеймін. До того әдемі. Барлық жер әдемі. Қай кусогын алсаң да, қалай бұл әдемілікті жасаған. Ұрыс басталды. Айқай шумен ұрыс. Қырылыңдар. Бір-бірімен қырылыңдар. Бір-бірінің етін жеңдер. Қырылыңдар. Қырылыңдар. Сендердің бір қырылғандарыңды бір көргім келіп жүрді. Сағынып. Kırpıgından üzüledim Müldir шығып сағынышты Күндемінен құрғақ жеңе Кезде сені өмірімде мұнда деді Жылатады, жылап тұрып кешірім сұратады Адам бір рет сүйеді Сендер 5 секундқа қалдыруға болмайды. Қарашы тым болмағандай отырсын. Қазір директорда келсе ғой, сенбейді осылар шулап жатыр деп. Біз батпаймыз суға, я қыздар. Суға батпаймыз. В общем, суды сыртына шығаруға бар жатырмыз. Балдар қуырдаққа кірісіп кетті. Шашликке кірісіп кетті. Шымкенттің мемін деген қазақтары, поварлары. Вот Жетісайдың қасабы. Марат. Істеп отқан қарсы? Теспеш өзі білсінші. Бағжан данай тегі. Айдан керім, атыңнан айналайын ләйләм менің Махаббат баянында жиі Машқара, мына шындықты қараңдар, Мынау не? Не болды? Мына қара. Не ұқтамайтындарына? Мен келіп айқалауым керек бәтендергені. Таттандатып болды. Кей кезде шаршайсың, тып-тыныш аңсайсың гүл өмірді. Сарылтар саруайым бермейді әрдайым тілегіңді. Біреулер жылатар, біреулер жұбатар жүрегіңді. Отына күйесің, сонда да сүйесің бұл өмірді. Жылап қаласың, шыдап бағасың, төзім барда сырақтарасың. Анашым өскенде сварщик болам. Шашлик пісіресің. Шашлык деген мұны, шашлик сіздің бадарақ көріп, арнайы. Үшітуім. Оған ерқі біреу отыр, 45 шашлик. Повармен бірге әкеп, әжейін Астанадан кеп бана екен, әжейін күтіп алайын деп. Әжей қалайды, аспаз болдар қалай, ұнады ма? Ұнамаса, қайда жүрем ұнамаса? Нормально, бәрі жақсы. Бәрі жақсы ма? Анау ақылды өтілі кішкене. Ақылды, қайда жүрем ұнамаса айтыңыз. Әжейін күтіп алып, Астанадан кеп бана екен. Жау, мангалда пісіп жатыр, шашлик. Мына жақта пісіп жатыр, ұсқаным. Үшінші мангал дайындап жатыр. Şaşlık. Ay bunu. Kendine şaşlık gel. Kızlar balaşa kendine. Ha balaşa ha. Шашлыга.
Bir жейтін адам табылмады ғой, сатып алып жемейді екен ғой бұны деген. Шашлик. Вали, не? Разговор же, тат деген. Баршаңызды төрт көзіңіз түгел, еліміз аман жұртымыз тыныштап көргенді қуаныштымыз бір шеден. Кешелі бір қонақ болып жатсыздар, бір-біріңізді сыйлап жатырмыз. Рахмет баршаңызға. Еліміз сау болсын, әр отбасыға бақыт шаттық тілейміз. Құдай қаласа ауылымыздың қамқоршылығы қуана бірге болсын. Әрбір отбасына амандық, береке тілеймін, бақытты болайын. Құрдастар, қалайсыңдар замандастар, бала кезден бірге өскен, кейде қырылып төбелескен, жастық шақты еске алайын, тол ойнауға бір барайын, билік теуіп жарысайын, асық ойнап алысайын. Ренжу білмейтін құрдастарым, сендер аман болыңдар. Баген, 3 аймен көріп атыр. 2000 лет война, сол бір қызық кезде қалды, қазір бәрі артта қалды. Ой, бәлі! Қалайы картоп шығарды, 3 аймен. қазір бәрі бала-шаға, жастарға біз болдық аға. Аман болыңдар құрдастарым, замандасты сырластарым, ренжу білмейтін құрдастарым, сендер аман болыңдар. Табиғат аясында керемет демалыс болып жатыр. Көңіл жарасқан достармен, достардың семьясымен, бала-шағасымен, бір-біріміздің бала-шағамыз жақыннан таныссын деп керемет демалыс өткізіп жатырмыз. Құдай қаласа демалысымыз сәтті өтсін. Енесі тепкен құлынның еті ауырмайды дейді. Балаңызды бүгін аяғанмен өмір ешқашан аямайды. Сол үшін тәрбие дұрыс болу керек. Ол намысты болса, әкенің маңдайы терлемейді. Қыз арлы болса, ананың жаулығы кірлемейді. Атанаң еңсесін көтеріп жүрсін десең, сен дұрыс адам бол. Өйткені әрбір ата-ананың бақыты перзентінің жақсы адам болып өскені. Балаңыздың тағын жасап бергенмен бағын жасап бере алмайсыз. Алла тағала баршамыздың перзенттерімізді бақытты, нәлет емес, рахмет келтіретін ұл қыздардың қатарынан қылсын ағайын. Аман болайық.